Ертеде, ешкі жүні бөртеде, күндердің бір күнінде, не болмаса түнінде, беймәлім бір мезгілде, жануарлар жиналыпты. Жыл санау. Олар жылдың басы болуға таласыпты. Алдымен түйе сөз алып, мен ауыр жүк көтеріп, ас сусыз алыс жерлерге бараламын. Жыл басы болуға мен лайықпын, дейді. Сол кезде ал мен алысты жақын қыламын. Адамзат менің де күшімді пайдаланады. Сүтімді ішеді, қылымнан арқан еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл басы мен боламын, дейді жылқы. Осы таласқа мен де адамзатқа көмектесемін. Жер жыртамын, егін егемін. Адамдар сүтімді ішеді, сүтімнен құрт, май жасайды. Жыл басы болуға мен лайықпын, деп сиыр да араласады. Момын қой да қарап қалмай, менің жүнімнен киіз басып, жіп иіріп, киім тоқиды. Сүтімнен құрт май алады. Адамзатқа ең пайдалы болғандықтан жыл менен басталуы керек, дейді. Кіп кішкентай тышқанда жылды қарап тұрайық. Кім күнді бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, деп өз ойын білдіреді. Түйе өзінің бойына сеніп тұрғанда, тышқан қулығын асырып, түйенің өркешіне шығып алады. Осылайша күнді бәрінен бұрын көрген тышқан жыл басы болған екен. Түйе бойына сеніп жылдан құр қалды деген сөз осыдан қалған.